Келесі 1216 есепті шығарайық. Бірінші тапсырмасында бұрыш АОВ дегеніміз ол бізде тік бұрыш болады. Себебі ол 90 градусқа тең. Келесі бұрыш SFN ол бізде 90 градустан кіші бұрыштар сүйір бұрыштар деп аталады. Яғни ол сүйір бұрыш болады екен. Келесі бұрыш PNK деп отқанымыз ол 90 градустан үлкен, яғни ол доғал бұрыш болады. Екінші тапсырмасы бойынша градустық өлшемдерін өздеріңше таңдап алып, сүйір бұрыш, доғал бұрыш салыңдар дейді. Кез келген бір сүйір бұрышты сызайық. Оны КНМ деп белгілейік. Бұрыш КНМ бұл бізде сүйір бұрыш болады. Келесі доғал бұрыш сызайық. Ол яғни 90 градустан үлкен болу керек. Енді сіздер транспортир пайдаланып, сызғыш пайдаланып әдемілеп сызасыздар. PQR деп белгілейік. Бұрыш PQR бұрышымыз ол бізде доғал бұрыш екен. Яғни 90 градустан үлкен бұрыш сызамыз. Келесі 1217 есепте тең бұрыштарды анықтаңыздар деген. Бұрыш VOA бұрышына сәйкес біз сүйір бұрыш іздейміз, немесе транспортир арқылы сәйкестендірсеңіздер болады. Сонда тең екен бізге бұрыш X, Y, Z деген бұрышымыз. Транспортир арқылы тексерсеңіздер болады. Келесі екінші, бізде екі доғал бұрыш бар, олар бірге тең болады. Сонда бұрыш KLM-ге тең бұрыш SRN. Келесі бұрыш, қалған бұрыш жазайық, бізде FED-ға тең бұрыш PQR. Келесі 1218 есебіміз үш бұрышты сызғышты пайдаланып, бұрыш AOV тік бұрышын салыңыздар дейді. Тік бұрыш бізде 90 градус болу керек. AOV. Үш бұрышын салдық. Енді оның осы бисектрисасын жүргізіңіздер дейді. Осы бисектриса бұрышты қақ екіге бөледі. Дәл ортасынан түсіреміз. Яғни мына екі бұрыш бір-біріне тең болады. Енді оның осы бисектрисасын жүргіздер, осы бұрышы неше градусқа тең. Бізде жалпы бұрыш AOV ол бізде тік бұрышты үш бұрыш. Сондықтан да ол 90 градусқа тең. Ал бисектриса бұрышты қақ екіге бөледі дедік. Сонда бұрыш AOS дегеніміз 90 градусты бөлеміз екіге, сонда ол 45 градусқа тең болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. EOK жазыңқы бұрышын салыңыздар дейді. Жазыңқы бұрыш бізде ол 180 градусқа тең. EOK деген. Енді жазыңқы бұрыш бізде 180 градусқа тең. Енді оған OF бисектрисасын жүргізесіз. Бисектриса осы бұрышты қақ екіге бөлу керек, сонда тік қылып түсіруіңіз керек. Енді OK бұл OF екен ғой, OF. EOF бұрышы неше градусқа тең дейді. EOF бұрыш ол дегеніміз 180 градусты бөлеміз екіге, яғни ол 90 градусқа тең болады екен.
Келесі 1219 есебіміз. Суреттегі АОБ бұрышы жазыңқы бұрыш. Сонда бұрыш АОБ дегеніміз 180 градусқа тең. Ол жазыңқы бұрыш. Енді бұрыш АОС ол 50 градусқа тең дейді. СОВ бұрышы неше градусқа тең дейді. Бізде АОВ деп отқанымыз, яғни жазыңқы бұрышымыз АОВ, ол бізде бұрыш АОС мен бұрыш СОВ-ның қосындысына тең. Енді осы жерде бұрыш СОВ дегеніміз, сонда бұрыш АОВ-дан азайтамыз бұрыш АОС-ны. Орнына апарып қояйық. АОВ деп отқанымыз 180 градус, азайтылған 50 градус. Сонда бұрыш СОВ дегеніміз 130 градусқа тең болады екен. Енді бірінші тапсырмасында АОС бұрышын СОВ бұрышымен салыстырып, бұрыш СОВ мен бұрыш АОС-ны салыстыру керек. Бізде СОВ деп отқанымыз 130 градусқа тең, ал АОС деп отқанымыз 50 градусқа тең. Сонда СОВ бұрышы үлкен болады екен. Келесінде екінші тапсырмасында СОВ мен бұрыш АОВ-ны салыстыр, АОВ-ны салыстыр дейді. СОВ деп отқанымыз 130 градусқа тең, АОВ ол бізде 180 градусқа тең. Сонда бұрыш АОВ үлкен болады екен. Келесі 1220 есебіміз. Сағаттың минуттық тілі мен сағаттың тілі қандай бұрыш жасайды, егер сағат 3-те болса дейді. 3-те болатын болса, ол бізде былай, сонда тік бұрыш жасап тұр, яғни 90 градус жасайды екен. Яғни әрбір сағаттың арасы 30 градустан кеп тұр, онан бәрі 30 градустан болады екен. Енді келесі, мынау да 30 градус. Егер 4-те болса, сонда 30 градусқа қосамыз, 90 градусқа қосамыз 30 градусты. Сонда ол 120 градус жасайды екен. Келесі, егер 6-да болатын болса, сонда ол былай, жазыңқы бұрыш болып тұр. Сонда ол 180 градус болады екен. Келесі 1221 есебіміз. Кальканы немесе түссіз пленканы пайдаланып, көзбен бұрыштарды салыстырыңдар. Нәтижесін теңсіздік белгісімен жазыңыздар. Бізде ең үлкені А бұрышы. Бұрыш А ең үлкені. Ортасындағысы бұрыш Д. Ал ең кішісі бұрыш Е болады екен. Сонда, былай ғой, Д бұрышы Адан кіші, бірақ Еден үлкен болып тұр.